Мынаны келістік, мынаны тазалап, жақсылап бірдеңе жасайым деді әйтеуір. Оған тағы 30 мың дайындамыз. 83 жастағы Венера Қуанышбаева қазақ кәсіби театрының негізін қалаушыларының бірі актер Қалибек Қуанышбаевтың келіні. Ол Райымбек Батыр көшесі бойындағы орталық қорымда жатқан атасының қабірін күнделікті келіп, күтіп жүреді. Маңдайымнан иіскейді, сонда отырған адамдар айтады: ойбай-ау, қалекей-ау, келін ғой бұл десе. Жоқ, келін емес, балам дейді. Сол сөзді мен ұмытпауға тиістімін. Сол сөзді мен ақтауға тиістімін. Міне күнде келетінім мүмкін осыда. Орталық қорымда жерленген адамдардың бірі Мұхтар Әуезов. Жазушының ұлы Мұрат Әуезов бұл жердің күтімсіз қалып бара жатқанын айтып қынжылады. Нет путеводителей. Это же место такое, это пантеон. Я бы хотел, чтобы там, во-первых, все было приведено в соответствие, значит, вот, со значением этого места, с указателями, с открытыми дорогами, чтобы подстригались эти деревья и кусты, которые так... Мұрат Әуезов қайраткерлер жерленген бұл қорымды қаланың ескерткіштер картасына қосу керек дей келе, Париждегі Пьер Лашез, Мәскеудегі Ваганьков және Новодевичье зираттарында туристік қызмет көрсетілетін мысал етті. Жапондық турист Тецуро Йошиокода Мұрат Әуезовтың айтқанын растай түсті. Ол екінші дүниежүзілік соғыста совет әскері қолына түсіп, Қазақстанда қаза тапқан жапон тұтқындары жерленген зиратты таппай жүрген. Ал зират жұмысшылары Йошиоконың ағылшын тіліндегі сұрақтарына жауап бере алмады. I wanted to travel in Central Asia and I especially wanted to visit here, the Japanese cemetery. Орталық қорымның арнайы картасы жоқ. 2013 жылы шыққан Алматы туристік қала жол көрсеткішінде орталық қорым туралы ұсақ әріптермен зират деп қана жазылған. Қорымның күтімі мен жол көрсететін арнайы белгілерінің жоқтығы туралы сауал жолдағанымызда Алматы қалалық әкімдігінің баспасөз қызметі салттық қызмет көрсететін арнаулы комбинаттан мәлімет алу керегін хабарлады. Күзетші бар, сонан кейін охрана бар мына жерде. Біз орталық зираттың қызметкерлері бар мына жерде 8 кісі. Келген кезде неге біз оларға көрсетпейміз? Көрсетеміз. Қазақтың үлкен азаматтары мемлекет қарауында, енді біз оларға жақсы көңіл бөліп, жақсы тазалап қарап тұрамыз. Кейде қалалық зират депті аталатын бұл жерде Мұхтар Әуезов, Әміре Қашаубаев, Қаныш Сәтбаев, Шәкен Айманов, Мұқан Төлебаев, Дина Нұрпейісова, Иса Байзақов тәрізді ондаған әдебиет, театр және өнер қайраткерлері, Әліби Жанкелдин және Жұмабай Шаяхметов тәрізді совет үкіметі тұлғаларда жерленген. Азаттық радиосы, Қуанышбек Қари, Мәди Бекмағамбет, Алматыдан.